Сол үшін бастай берейік, ол тәуекел емес, құрметті жастар, оны түсініп алыңыздар, өтініш. Және қайталап айтамын, тәуекел деген не екен ол? Не екен? Бәрекелді міне. Әбден зертте, асықпа. Сен жақсылап соны зертте, сол салада кетіп баратқан ағалар бар алдыңыз, Алла қуат берсін, кәсіптеріне баракат берсін. Сол ағаларымызды барып плюсын сұрай бермеңдер, минус сұраңыздар. Аға, осы жолда сізде қандай сынақтар болды, қандай қиыншылықтары бар бұның деп оларға не сұрай беріңдер? Тек қана не сұраңдар? Қиыншылығын сұраңыздар. Қанша пайда бар, маржасы қаншаға ертең деп оны сұрама, не істейсің оны? Сен минустарын сұрап, соны минустың бәрін плюсқа айналдырың да, бәрі келеді саған, уайымдама. Міне, себебі деп айтқанымыз сол екен, сол бәрін жасағаннан кейін барып, ол не? 100%-ға жету керек деген, 100% деп айтқан жаңағы адамның қолынан келетін бүткіл нәрсені салу керек. Содан кейін тәуекел деген нәрсе басталады дейді. Енді тәуекел дегеніміз не ол? Ғалымдар айтады, тәуекел дегеніміз дейді, адам пендеміз біздер шаман келмейтін жерге дейін барып 100%-ға жеткізу тәуекел дейді. Қолын қалтаға салып, тәуекел, кеттік. Көре берейік, братан, көре берейік. Бірақ ешқандай зерттемеген, ешкіммен ақылдаспаған олай болмайды. Барады да қадалады неге барады. Сіз ертең не болады Құдайға? Құдай мен саған не жаздым? Мен сені бұны сұраған жоқ едім ғой дейді. Алла айтып тұр ғой Құранда, сұра деп жатыр ғой, сұра. Кімнен сұра деп жатыр? Мамандардан. Фасәлу ахл зикр деп жатыр ғой Алла Құранда. Әр саланың нелері бар дейді, мамандары бар. Сол маманнан сұрасаң арзанға түседі саған. Қара. Мамамен отырып кофе ішсең, мына барса бір 10 мың теңгеге шай ішетін шығарсың. 30 миллионға қаталмайсың да.